Бүгін біз заңсыз, жаламен, жазықсыз сотталған, түрмеде отырған Қанат Тұрдалиевке бостандық берілуін талап етіп, баспасөз мәслихатын өткізіп отырмыз. Қанатты түрмеге Базис компаниясының президенті Белович жала жауып соттатып түрмеге қаматып отыр. Оның себебі Қанат Беловичтан өзіне тиесілі ақшаны талап еткен үшін Белович оған жала жауып, бұл мені бопсалады деп, оны түрмеге қаматып отыр. Белович Қанаттың сеніміне кіріп, онымен бірнеше рет кездесіп, қанша қарыз екенін есептесіп, соның бір бөлігін саған берейін дейді. Соған сеніп қалған Қанат Беловичтен ақша алуға барғанда, оған Белович полиция қызметкерлері шақырып қойып, мынау менен ақша бопсалап атыр деп, оны түрмеге қаматқан. Бұл не бассыздық, бұл не масқаралық. Жарты Қазақстан бір-біріне қарыз ақша, қалған жартысы банкке қарыз. Сонда сізге біреу ақша қарыз болса, сол ақшасын алуға келсе, сіз мынау мені бопсалап атыр деп түрмеге қамауға бола ма? Бұны айтып қою керек. Біз Қанатқа бостандық беруін талап етеміз. Қанаттың ешқандай жазығы жоқ. Бұны суд медэкспертиза да дәлелдеп отыр. Қанат ешқашан Беловичтен ештеңе бопсаламағанын. Одан кейін сол мына құқық қорғау органдары, прокуратура, МВД, тағы да басқаларына айтарым. Сіздер Беловичті айтқанын істей бермей, заңды орындаңыздар. Әділеттілік үстемдік құру үшін қызмет істеңіздер. Біз бәрін көріп біліп отырмыз. Сіздер Беловичтің ақшасына немесе оның айтқанын істеп отырсыздар қазіргі таңда. Әйтпесе Беловичтің өзін тексеретін көптеген оны нелер бар, қылмыстары. Ана Қанат маған бірнеше нелерін берді. Мен бұны жарияламай, ертең қалалық прокурорға барып өткіземін. Олар Қанатты түрмеге қамағанша Беловичтің осы қылмыстарын тексерсін. Қанат өзіне Беловичтің қарыз екенін дәлелдеп, Беловичпен бірге Астананың әкіміне кірген кезде архивте құжаттарды алу керек болған. Сонда Астананың әкімі, мен аты жөнін айтпай ақ қояйын. Қазір білмей отырмын қайсы екенін оның. Жоқ қылып жіберген құқық қорғау органдар, прокуратура сол архивте құжаттар не үшін жоғалды? Алдымен соны іздеңіздер. Соны тапсаңыздар, кімді қылмыскер екенін бірден анықталады. Одан кейін мына бізде балабақша жетіспейді, мектеп жетіспейді дейміз. Неге жетіспейді оның бәрі? Жоспар жасалынғанда бәрі дұрыстап жасалынады. Бірақ мына Белович сияқтылар сол жерлерге үкіметке ақша беріп, өздері еліктің үйлер салады. Нәтижесінде қарапайым халық қиналады. Не үй жоқ, не балабақша жоқ. Сол сияқты тағы да қайталаймын. Қанаттың бірнеше Беловичтің үстінен фактімен жазылған нелері бар, дәлелдері. Прокуратура қызметкерлері, осыны тексеріңіздер сіздер. Біз мына істі жай қалдырмаймыз. Біз ертең мәжілістің депутаттары көтереді бұны. Біз Тоқаевқа шейін жеткіземіз. Нағыз қылмыскерлерді соттасын. Жазықсыз адам емес. Қозғалған қылмыстық іс Қанат Тұрдалиевке қарсы бар тұрған заңсыздық. Оны ашық айтуымыз керек. Ешқандай қылмыс жоқ. Бұл жерде Еркін ағаның айтқандай ресми саяси тапсырма билік тарапынан ба, Беловичтің тарапынан ба әйтеуір бұл жерде нақты Тұрдалиев Қанатқа қарсы шабуыл жасалған жасанды қылмыстық іс. Әрине құқық қорғау органдары солардың тарапына алып отыр. Енді на их стороне работает. Анық біз үшін көзіміз жетіп тұр болған. Сондықтан ешқандай қылмыс жоқ мұнда. Бұл істе біз Қанатқа бостандық талап етеміз. Айтарым сол.